1892 жылы Массачусетс штатында ақш тарихындағы ең оғаш Лиззи. Достар, арнаның дамуына үлес қосқыңыз келсе, тек тіркелу батырмасын басасыз. Өйткені көрерменнің 90% жазылмай қарайды. Досым, арнаға жазыл, лайк пен пікір қалдыр. Бұл менің шабытымды оятады, әрі сіз көрмеген видеолар салынып отыратын болады. Массачусетс штатындағы бай кәсіпкердің қызы Лиззи Борден тыныш және сабырлы қыз болып өсті. Жексенбілік мектепке барды және балаларға сабақ беруді армандады. Көршілер оны мейірімді және жанашыр адам ретінде айтты. Ал оның өмірі жанжалды оқиғалар мен күмәнді шытырман оқиғаларға толы болды. Алайда 1892 жылы 32 жастағы Лиззи әкесі мен өгей анасын айуандықпен өлтірген үшін басты айыпталушы ретінде сотқа тартылған кезде бәрі өзгерді. Лиззи Эндрю Борден 1860 жылы 19 шілдеде Массачусетс штатындағы Фолл Риверде дүниеге келген. Оның әкесі Эндрю Джексон Борден құрылысшы болды және шағын жиһаз бизнесі болды. Ал анасы Сара Энтони Борден үй шаруасындағы әйел болды. Лиззи 2 жаста болғанда Бордендер отбасында бақытсыздық болды. Белгісіз жағдайда қыздың анасы қайтыс болды. Эндрю Борден үшін бұл оқиға үлкен трагедия болды. Лиззидің үлкен әпкесі Эмманың айтуынша, оның әкесі анасын өте жақсы көрген және оның өліміне қатты өкінген. Сонымен қатар ол кезде әлі де әсерлі дәулеті болмаған жас жігіттің қолында 2 кішкентай қызы қалды. Бұл оған да оңайға соқпады. Сараның өлімі Эндрю Борденнің өміріндегі бетбұрыс болды. Ер адам одан әрі отбасынан алыстап, бизнеске көбірек уақыт бөле бастады. Бұл оның қаржылық жағдайына жақсы әсер етті. Қайғылы оқиғадан 1 жыл өткен соң, Эндрю штаттағы бірнеше тоқыма фабрикаларының иесі болды. Сонымен қатар құрылыс пен шағын өндіріске белсенді қатысты. Оның байлығы шамамен $300,000 бағаланды. Сонымен бірге Эндрю Борден қыздарын еркелетуге асықпады. Ол өте үнемшіл еді. Әрбір тиынын санап, тіпті азық-түлікке де үнемдеуге тырысатын. Ал олардың 92-ші көшедегі үлкен үйінде электр жарығы да жоқ болған. Эндрю өмірге деген көзқарасын қыздарының бойына сіңіруге бар күш-жігерін жұмсады. Қыздар бала кезінен үнемдеуге және үнемділікке үйренген. Олар қатал тәрбиеленген, жексенбілік мектепке барған және ешқашан өздерінің наразылықтарын ашық білдірмеген. Әйелі қайтыс болғаннан кейін 3 жылдан кейін Эндрю Борден екінші рет үйленді. Эбби Грей оның таңдаған адамы болды. Ал Лиза мен Эмма оны бірден ұнатпады. Қыздар өгей шешесі немқұрайлы қарайтынын және өгей қыздарына дөрекі қарым-қатынас жасағанын жиі айтатын. Сонымен қатар апалы сіңлілер Эббидің әкесіне тек ақша үшін тұрмысқа шыққанына сенетін. Айтпақшы, Лиззи мен Эмманың әкесінің мінез-құлқы түбегейлі өзгерді. Ол ақша жинауды тоқтатты. Жаңа әйелі мен оның туыстарына қымбат сыйлықтар берді. Оның ішінде жылжымайтын мүлік, жалдамалы қызметшілер және өзінің материалдық жағдайын жан-жақты көрсете бастады. Эндрюдің қыздары үшін әкелерінің мінез-құлқы қорлайтын болды. Олар шын мәнінде балалық шақтарын кедейлікте, тастан жасалған киім киіп, тамақ қалдықтарын жеумен өткізді. Бордендер отбасының қызметшісі Мэгги кейінірек Лиззи, Эмма және оның әкесі арасындағы қарым-қатынастар күн сайын шиеленіскенін айтты. Қыздар онымен бір үстелде сирек тамақтанды. Үйден мүмкіндігінше мерекелерде жиі шығуға тырысты және отбасына келмеді. Қиын отбасылық қатынастарға қарамастан, Лиззи Борден ашық және мейірімді қыз болып өсті. Ол аз қамтылған отбасыларға көмектесті, балаларды жексенбілік мектепте оқытты. Жануарларды жақсы көрді, тігіншілікке және тоқыма тоқуға әуес болды. Және достарына әртүрлі сувенирлер мен қолөнер бұйымдарын қуана жасады. Бірақ оның әкесімен қарым-қатынасы жылдар өткен сайын нашарлады. Ал 1882 жылдың мамырында Лиззи мен оның әкесі арасында ауыр жанжал болды. Қыз Эндрюдің көгершіндерді балтамен өлтіргенін білді. Олар үшін Лиззи бұл жерде шағын үй салып еді. Әкесі құстар аумақты ластап, көрші балаларды өзіне тартып, әбігерге түсіп жұмысына кедергі келтіргенін түсіндірді. Лиззи әкесінің аргументтерін бағаламады және әпкесімен бірге отбасылық жанжалдардан үзіліс алу үшін 3 аптаға Нью-Бедфордқа кетті. Қыздар туған қаласына оралғанда оларды тосынсый күтіп тұрды.
олардың марқұм анасының ағасы Джон Морс Борденнің үйіне шақырылды. Ол жиендерін көріп, Эндрюмен іскерлік мәселелерді талқылағысы келді. Келесі күні Эмма Борден жақын маңдағы қаладағы алыс туыстарына қонаққа барды. Барлық басқа отбасы мүшелері таңғы асқа жиналды. Содан кейін Джон қалаға бизнеске кетті. Ал Эндрю Борден қысқа серуендеуге дайындалды. Бұл кезде Лиззидің өгей шешесі Эбби қонақ бөлмесінде үй шаруасымен айналысып жатырған еді. Ал үй қызметшісі Мэгги ас үйді тазалап жатқан еді. Таңғы 10:30-да Эндрю Борден серуеннен оралды. Неге екені белгісіз, ол кілтпен есікті аша алмай, қызметші Мэгги көмекке ұмтылды. Қызметші әйел есікке қарай жүріп, Лиззидің екінші қабаттан шыққан жаман күлкісін естігенін айтты. Бірақ Борденнің өзі бұл фактыны жоққа шығарды. Эндрю ақыры үйге кіргенде Лиззи оны қарсы алуға келді. Ол әкесін қонақ бөлмедегі диванға жатуға шақырды, ал Мэггиді шатырды тазалауға жіберді. Үйде толық тыныштық орнады. Кенет Лиззидің айқайы дөрекі түрде болды. Қызметкерлердің айтуы бойынша, сағат 11:30 шамасында қонақ бөлмеден Лиззидің айқайын естіген. Қыз үйде басқа біреу бар деп айқайлады. Мэгги төменге түскенде, ол шынымен қорқынышты суретті көрді. Эндрю Борденнің денесі диванда жатыр, ал бүкіл бөлме қанға боялған. Үй иесінің қызы истерика жағдайында болды, ал Мэгги полицияны өзі шақыруға мәжбүр болды. Борден үйіне келген полицейлер Эндрю таңғы 11-лер шамасында балтамен өлтірілді деген қорытындыға келді. Лиззи мен Мэггимен сөйлескеннен кейін детективтер өлтірілген Эндрюдің әйелімен сөйлескісі келді. Бірақ әйел шақырғанға жауап бермеді. Содан кейін полиция үйдің қалған бөлмелерін тексеруді ұйғарып, олардың бірінен Эбби Грейдің жансыз денесін тапты. Бұл жағдайда да балта қылмыстың қаруына айналды. Лиззи Борденнің айғақтарына сүйене отырып, полиция қос кісі өлтіруге бөгде адамдардың қатысы бар деп шешті. Бірақ көп ұзамай, оның нұсқасы детективтерге сұрақтар туғыза бастады. Лиззи айғақтарды шатастырып, ол оларды бірнеше рет өзгертті. Ол қылмыс жасаған кезде өз бөлмесінде қатты ұйықтап жатқанын айтты. Борденнің үйінен табылған дәлелдер де екі-үшті болды. Офицерлердің бірінің айтуынша, жертөледен табылған балтаның сабы жоқ. Өйткені қылмыскер тергеуді шатастыру үшін оны алдын ала алып тастаған. Алайда тағы бір полицейдің айтуынша, олар тапқан балтаның сабы орнында және оның үстінде қан ізі де жоқ деді. Бір күннен кейін Эндрю мен Эбби Борденді өлтіру туралы хабар бүкіл қалаға тарап, тұрғындар екі пікірге бөлінді. Кейбіреулер қыздың айтқанына жанашырлықпен Лиззиді қолдады, ал басқалары бұл қылмысты оның жасағанына сенімді болды. 6 тамыз күні Лиззи Борден қамауға алынды. 2 күннен кейін оның ісі бойынша бірінші сот отырысы өтіп, онда айыпталушы өзін өте оғаш ұстады. Қыз барынша байсалдылық таныта отырып, айғақ беруде шатасуын жалғастырды. Лиззи әкесі диванға ұйықтар алдында оның аяқ киімін шешіп алғанын айтты. Ал қылмыс орнына келген полиция қызметкерлері Эндрю Борденнің мәйітін аяқ киіммен тапқан. Анда-санда Лиззи прокурордың сұрақтарын мүлде елемей отырды. Бұл да қазылар алқасы мен процеске қатысушыларды шатастырды. Бұл іс баспасөзде кеңінен жарияланды. Журналистер тергеудің әр кезеңін қадағалап отырды және газеттерде Борденді айуандықпен өлтірді деп айыптайтын мақалалар үнемі шығып тұрды. Сонымен қатар, Лиззидің оқиғасын жергілікті тұрғындар белсенді түрде талқылады. Олар болған оқиғаға қатысты қарама-қайшы куәліктермен бөлісті. Сот 1 жылға жуық уақытқа созылды. Лиззи Борден ісі бойынша соңғы тыңдау 1893 жылы 5 маусымда өтті. Және қатысушылардың көпшілігі оны ақш тарихындағы ең жұмбақ соттардың бірі деп атады. Бұл жағдайда барлығы дерлік 2-3 болды. Сарапшылар Лиззидің үйінен табылған балта кісі өлтіру қаруы екенін анықтай алмады. Әкесі мен өгей шешесін өлтіру кезінде Лиззидің үйде болғанының өзі де күмән тудырды. Қыздың айтуынша, ол сағат 10 көбірек кінәлі деп танылатынына сенімді болған. Сонымен қатар баспасөз өкілдері қыздың кінәсіне күмән келтірмеді.
бұл іске қоғамның қызығушылығын арттырды. Бүкіл мемлекет айыпты үкімді күтіп тұрғандай болды. Сот шешімі жұртшылықты таң қалдырды. 1,5 сағаттық талқылаудан кейін алқабилер Лиззи Борденді кінәсіз деп тапты. Ақталған әйел сот ғимаратына шыққан кезде жиналған журналистерге қарап, қазір мен әлемдегі ең бақытты әйелмін деді. Сот аяқталғаннан кейін жұртшылық ұзақ уақыт бойы қалпына келе алмады. Адамдар Лиззидің мүлдем кінәсіз деп танылғанына таң қалды. Жұртшылық бұл маңызды істі ұмыта алмады. Бостандыққа шыққаннан кейін қыз әкесінің байлығын иемденді. Фол Ривердің жоғары деңгейлі Хилл төңірегінде үлкен үй сатып алды. Онда қызметшілері болды. Лиззи ешқашан тұрмыс құрмады. Бірнеше жылдан кейін ол әпкесі Эммамен ұрсып, оны ешқашан көрместей болды. Лиззи Борден 1927 жылы 1 маусымда өзінің резиденциясында қайтыс болды. Байлығын немере ағасы мен жануарларға арналған бірнеше қайырымдылық ұйымы арасында бөлісті. Лиззи Борденнің өлімі бұл жұмбақ оқиғаға нүкте қойған жоқ. Көптеген ғалымдар, жазушылар, журналистер және жеке детективтер Эндрю мен Эбби Борденді өлтірудің құпиясын ашуға тырысты. Барған сайын жаңа нұсқаларды алға тартты және Лиззи Борден есімі танымал болды. Сонымен қатар, бұл оқиға жылдар ішінде қорқынышты аңызға айналып, көптеген жаңа мәліметтерге ие болды және бірнеше кітаптардың, пьесалардың және фильмдердің, соның ішінде Хлоя Севинни мен Кристеннің қатысуымен Лиззи Борденнің кек алу атты американдық фильмнің негізі болды. Іске назар аударылғанына және шындықтың түбіне жетуге бірнеше рет әрекеттерге қарамастан сұрақтар ашық күйінде қалды. Лиззи Борденнің әкесі мен өгей анасын шынымен кім өлтірді және оған қарсы жиналған барлық дәлелдерді ескере отырып, ол жазадан қалай құтылды? Достар, пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыздар.